Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен сникерс пирогын жасайтын боламыз. Бізге керек ұнымыз елегістен өткізілген, және де сахарный пудрамыз саламыз, какао 4 ас қасық, разрыхлитель 1 чайный ложка, және де сары майымызды қосып араластырып біркелкі масса болғанша араластырамыз. Енді қаймағымызды 2 ас қасық, жұмыртқамызды, бір дана жұмыртқамызды салып елейміз. Тестамыз дайын болды. Енді оны тындырып қоятын боламыз. Тындырған қамырымызды формаға саламыз. Диаметрі 26. Кішкене бөлігін алып қаламыз да қамырымызды салып шығамыз. Және салмасына сгущенка 400 грамм. Сгущенкамызды, арахисімізді 150 грамм салып араластырамыз. Және беттеріне қалған қамырымыздан терін жасап шығамыз. 180 градуста 45 минутқа қойып алып пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын болды. Осындай болды пирогымыз.